Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Тико Кезет. Достар, мен 5 күн бойы видео түсірген жоқпын, сол үшін кешірім сұраймын. Бүгін ол кезде менде сотка болмады, сотка болды, бірақ уақыт болмады. Бүгін біз достар алдағы обновениеда қандай заттар шығатыны туралы айтамыз. 3-ші бөлімі. Достар, бірінші мына суретті қарап көрейік. Достар, көргендеріңіздей, бұл суретте алдағы обновениеда Войти деп тұратын жерде жаңа фон келетін болады. Ол жерде бір құбы жоқ, сосын тағы бұғы тұр. Сол заттар осы алматыға ма бір халяваға келуі мүмкін. Ал достар, келесі суретке назар салайық. Достар, көргендеріңізді Юмпиге жаңа скин келетін болады. Алдында Ан 94-қа сол пополнение болатын, қазірде болып жатыр. Сол Юмпида скоросхильностегі сондай тура Ан 94 сияқты болатын болады. Ал достар, келесі суретке назар салайық. Достар, көргендеріңіздей сол осы жаңа жылдық обновениеда жаңа сумка келетін болады. Осы кроликтің сумкасы көк. Осы кроликтің сумкасы пополнениеға немесе халяваға шығуы мүмкін. Достар, келесі суретке назар салайық. Достар, көргендеріңіздей әртүрлі заттар шығатын болады. Мысалы, 4-ші левелдің магазині, сосын карьяққа бір прицел шығады дейді. Сосын тағы заттар шығады дейді. Олардың аттарын тауып алмадым, бірақ іздеп қарастырып сіздерге айтатын боламын. Ал достар, келесі суретке назар салайық. Достар, бұл суретті көргендеріңізде жаңа 2 персонаж және питомец шығатын болды. Достар, алдыңғы видеода 2 питомец шығарып едім, ол питомец олар шықпайды екен, жаңа осы питомец шығатын екен. Ол питомецтің аты Робо, көргендеріңіздей. Ал 2 ол мен қыз шығады, олардың аттары Авангадо ма, Ангела. Сол 2 персонаж шығады осы обновениеда. Ал достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк, коммент жазамыз, каналға тіркелеміз. Всем пока!